Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар, аман есенсіздер ма? Достар, енді бүгін сіздерге әрине футбол ақпараттарын жеткіземіз. Ал сіздер болса біздің арнамызды қолдап, әрине лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Ал біз болсақ әрине жаңалықтарымызды бастайық. Барселона клубы команданың басты жұлдыздарының бірі Рафиньямен келісім шартты ұзартқаны ресми түрде жариялады. Рафинья клубтық баспасөз қызметіне берген сұхбатында менің арманым карьерамның соңына дейін Барселонада қалу деді. Алайда бұл арманға қарамастан келісім шарт бар жоғы бір маусымға ғана ұзартылды. Бұған дейінгі келісім шарт 2027 жылға дейін күшінде болған. Енді ол 2028 жылға дейін ұзартылды. Клуб басшылығы енді Рафиньямен келісім шарт қай жылға дейін, жылына қанша ақшалады, ол ақпараттарды әрі ешқандай ақпарат берген жоқ. Жалпы енді оны толық бекітілмеген ба, оны да білмедік. Рафиньяның трансферлік құны қазіргі уақытта 80 миллион еуро. Ашық айтайық, бұл келісімді сәл күмәнмен қабылдап отырмыз. Барселонаның бұл қадамы УЕФА мен Ла Лига ережелерін айналып өтіп кетті деуден аулақпыз. Бірақ шын мәнінде клуб Рафиньяны сақтау үшін емес, оның бағасын өсіру мақсатында осылай жасағандай әсер қалдырып отыр. 3 жыл қалды деп айтуға да болады. Бірақ бір маусымға ұзарту бұл мақсатты анық көрсетіп тұр. Сатуға дайындалып жатқандай секілді. Кейін бұл әрекеттің нақты себебі ашылуы да мүмкін. Сіз қалай ойлайсыз жалпы? Рафинья осы маусымда өте керемет формасын көрсете алды. Ойындары керемет, алтын допқа топ 3-тің қатарына кіреді. Жалпы енді бұл деңгейін келесі маусымда көрсете ала ма, көрсете алмай ма, ол да қазіргі уақытта беймәлім. Сонымен қатар Барселонаның спорт директоры Деко көпшілігі мазалаған бір жайтқа түсініктеме берді. Неге өткен жазда Нико Уильямстың трансфері жүзеге аспай қалғанын толық түсіндіріп өтті. Нико топ ойыншы, бірақ өткен жазда Дани Ольмо Барсаға келгісі келді. Ол біздің жобаға сенім білдірді. Сол арқылы трансферді жеңілдетті. Нико ондай сенім көрсеткен жоқ, деді Деко. Бұл пікірді журналист әрі инсайдер Фабрицио Романо жеткізді. Алайда бұл сөздер нақты жағдайды түсіндіруден гөрі күмәнді одан сайын арттырды. Жобаны қолдау деген нақты не? Жалақыны аз алуға келісу ме, не әлде басқа шарттар бар ма? Бұған қоса Нико Уильямс Барселонаға өтпегені белгілі болған соң өзі берген сұхбатында Барселонаға бармай Атлетикте қалу мансабымдағы ең дұрыс шешім болды деген болатын. Сонда кімге сенеміз? Ал бұл кезде марка басылымы Нико Уильямс пен Реал Мадридтің Нико Уильямсқа қызығып отқанын жеткізген болатын. Реал Мадрид үшін Барсадан бас тартты ма Нико Уильямс? Қалай жалпы? Бұны да әрине комментарияға қалдырып кетсеңіздер болады. Осы ретте журналист Әл Хакман қызық мәлімет ұсынды. Мен Джон Лапортадан неге Нико Уильямс Барсаға ауыспады деп сұрадым. Ол маған Нико Реалдың адамы деді журналист. Жалпы бұл жерде айтатынымыз енді Нико Уильямс Барселонаға қарағанда Реал Мадридқа барғысы келеді. Яғни бәрі әлде қайда күрделі. Мүмкін шынымен-де Нико Уильямс Барселонаға емес Реалға өтуді жоспарлап жүрген болар. Деконың айтқан жобаны қолдамауы осыған сілтеме болуы мүмкін. Сіз бұл жағдай туралы не ойлайсыз? Комментарияда бөлісіңіз. Ал біз болсақ келесі қызықты ақпараттарымызға жылжи берейік. Лука Модрич ресми түрде Реал Мадрид клубынан кететінін жариялады. Ол әлеуметтік желілерде жазба жариялап клубтың әлем чемпионатында соңғы рет алаңға шығатынын мәлімдеді. Уақыты келді. Бұл ешқашан болсын деп қаламаған сәтім, бірақ футболда бәрінің басы мен соңы бар. Сенбі күні Сантьяго Бернабеу стадионында соңғы ойынымды өткіземін. Бұл сәттің болғанын қаламадым. Бұл клуб менің өмірімді өзгертті. Мен зор мақтанышпен алғыс сезімін кетіп барамын. Мадрид әрдайым менің үйім болып қалады, деді Лука Модрич. Модрич клубқа Жозе Мауриньоның шақыртуымен келген алғашқы маусымында хорватқа ешкім сенбеді. Журналистер де, жанкүйерлер де оны Реал деңгейіндегі ойыншы емес деп сынады. Бастапқыда негізі құрамға ену қиын болды, бірақ Лука сабыр сақтап бапкерді сынаған жоқ. Ол күресті тоқтатпады. Нәтижесінде Модрич Месси мен Роналду кезінде алтын допты жеңіп алды. Лука Модрич бізді таңғалдырып жүр. Сол уақыттарда Месси мен Роналдудан алтын допты жұлып алатын ойыншы тек қана осы Модрич болған екен. Айда бұл марапат тек сырттай көрініс. Шын мәнінде Модрич футболда одан зор жетістікке жетті. Ол бүкіл әлемнің құрметіне ие болды. Тіпті Барселона жанкүйерлері де оны құрметтейтін шығар.
Modric'тің ең үлкен ерекшелігі оның футболдағы ұзақ ғұмыры. Тони Кросс та, Андрес Иньеста да мұнша ұзақ деңгейде ойнай алмаған. Лука Реалда қалу үшін барын салды. Жалақысын азайтуға келісті. Қосылып құрамда отыруға да қарсы болмады. Клубқа шешім асықпай қалдырды. Бірақ енді клуб оны кеткенін қалады. Жалпы енді Реал Мадрид команданың капитанымен қоштасы осы маусымда. Хаби Алонсо президент Флорентино Пересті Модричті қалдыруға көндіруге тырысты. Бірақ Реал басшысы қаржыны аяды. Бірақ осылайша қатарынан капитанымен қоштасып жатыр. Серхио Рамос, Марсело, Бензема, Начо, енді Лука Модрич. Лука Модрич қазір енді Реал Мадridтен кеткеннен кейін МЛС-қа Лионель Мессидің алдына баратын ақпараттар да бар. Не болса да енді Лука Модричқа сәттілік тілеп қаламыз. Ламин Ямал келесі маусымда Барселона сапында қасиетті 10-шы нөмірмен өнер көрсететін болады. Бұл келісім шартты ұзарту мәселесі іс жүзінде шешілгенді енді білдіреді. Оның үстіне жаңа келісім шарт жай ғана жақсы емес, мүмкін тарихтағы ең рекордтық шарттарға ие болмақ. Ямалдың өкілдері клуб тарихындағы ең жоғарғы жалақы жөнінде келіссөздер жүргізіп жатыр. Соңғы деректерге сүйенсек, олар клуб басшылығын көндірген. Журналист Роман Альварестің айтуы бойынша Барселона басшылығы жас вингерге салықтарды есептемегенде 20 миллион евро беруге дайын. Енді Левандовскийдің өзі жылына салықтарсыз 15 миллион евро алады. Негізінде Ямалдың ақшасы Лионель Мессидің пик дәуіріндегі жалақысымен бірдей болайын деп жатыр. Негізінде Ямалды қатты бағалап жіберген жоқ па? Сұрақ туындайды. Бұл қаншалықты орынды? Кәмелетке толмаған ойыншыға мұндай келісім шарт беру қаржылай қиындық көріп отырған клуб үшін қауіпті қадам. Жаңа келісім шарт 5 жылға, тіпті 6 жылға дейін жасалуы мүмкін. Сонымен қатар 1 жылдан кейін шарттарды қайта қарау мүмкіндігіне ие болған Ламин Ямал. Бұл клуб басшылығы Еуропадағы ең жоғарғы деңгейдегі ойыншыны өздерінің командасында сақтап қалғысы келеді. Ламин Ямалдың қазіргі уақыттағы өтемақы құны 1 миллиард евро. Бұл испан клубтары үшін қалыпты тәжірибе. Олар негізгі ойыншыларын жоғалтып алмау үшін осындай баптарды енгізеді. Ал Ямал жағдайында бұл шара орынды деуге болады. 1 жыл бұрын Ламин Ямалға не деген клубтар қызықты? Ойбай-ай, Саудия лигасының клубтары да қызықты. Мысалға енді Пари Сен-Жермен оның трансфері үшін рекордтық сома төлеуден дайын болғаны. Болашақта бір клуб тәуекелге барып футболшы үшін оң таңбалы сома төлеуде мүмкін. Бұл ақша Ямал үшін төленуде ғажап емес, себебі қазір ол Еуропадағы ең құнды жас ойыншылардың бірі. Оның құндылығы, жасы, таланты және дәл қазір өзінде көрсетіп жатқан жоғары деңгейімен ерекшелендіре алады. Ламин Ямал топ ойыншы, керемет ойыншы, Барсаның болашағы. Бірақ енді қатты бағалап жіберіп жатқан сияқты Барселона ұжымына айтатыным енді Ламинді көп еркелетпеңдер, Ламин Ямал есіріп кетуі әбден мүмкін. Ливерпуль Флориан Виртс трансфері үшін күресті күшейтуді. Билд басылымының хабарлауынша, Ливерпульдің бас директоры Майкл Эдвардс Байер клубына барады. Себебі жартылай қорғаушы Виртсті өздерінің қатарларына қосып алуға дайын екенін айтады, және 150 миллион евро беруге дайын. Ақшаны аяп жатқан жоқ Ливерпуль клубы үшін. Бұл сапар Виртс пен оның ата-анасымен өткен кездесу нәтижесінде жоспарланды. Сол кездесуден жағымды белгілер байқалған. Ал бұл Эдвардс үшін сенімділіктің нышаны. Егер ол трансферде сенімді болмаса, ақшқа жол тартпас еді. Бавария мен Байер арасындағы келіссөздер тығырыққа тірелді. Қос тарап Виртстің трансферлік бағасына қатысты келісімге келе алмай отыр. Тіпті жақындаудың өзі байқалмайды. Сондықтан олар келісімді 2026 жылға дейін шегеруге тырысып жатыр Бавария клубы. Флориан әзірге Ливеркузен басшылығына бұл жазда кететінін ресми мәлімдеген жоқ, бірақ жағдай соған келе жатыр. Байердің тағы бір ойыншысы Роберт Андрих Виртсте Баварияға өтпеуге кеңес бергенін жасырмай айтты. Мен оның командадан кеткенін қаламаймын. Егер кететін болса да, Баварияға қосылғанын қаламаймын және басқа топ клубқа барғанын қалаймын, деді Роберт Андрих. Әзірше Ливерпуль Бавариядан басым түсіп жатқандай. Қызылдар әдетте мұндай қомақты қаражат жұмсауға бейім емес, бірақ нақты бір ойыншыны көздесе олар соған жабысып алады. Сонымен қатар Ливерпуль клубы Монаконың вингері Магнус Алишке көз тіккен. Қызылдар франциялық клубтың ойыншысына қызығушылық танытқанын хабарлаған, бірақ трансфер терезесінің кешірек кезеңінде ғана жүзеге асуы мүмкін.
Jota жаракат алса немесе Диас командадан кететін болса, осы ойыншы олардың орнын басып береді деген үмітте Ливерпуль клубы жас ойыншыны командаға қосқысы келеді. Магнуш Аклюш дегенде жас ойыншы перспективасы бар. Сол себепті Ливерпуль клубы өздерінің қатарларына қосқысы келіп отыр. Біздің арнамызда Наполи клубының жанкүйерлері бар ма, жоқ па? Наполи серияның ресми түрде чемпионы. Жалпы Наполидің жанкүйерлерін құрметтейміз, құттықтап қаламыз. Енді келесі маусымда чемпион болады деген үміттеміз. Антонио Контеге респект, келесі алып чемпион атандырды команданы. Ал достар, осымен біздің видеомыз тамам. Арнамызға тіркелейік, лайк басылық және қолдауды ұмытпайық.